Судың пайдасы. Күнделікті қанша су пайдаланған жөн? Су жайында толық ақпаратты айтатын боламыз. Каналыма қош келдіңіздер. Денедегі су. Маманның айтуынша адам 30 күн бойы нәр татпай аш жүре алады екен. Бірақ сусыз небәрі 3,5 немесе 7 күн. Сирек жағдайда ғана 8 күн шыдайды. Ғалымдардың есебінше бір адам күн сайын тағам мен шаруашылық қажеттіліктеріне орта есеппен 60-70 тонна су пайдаланады. Денеміздің қимыл қозғалысқа икемділігі де организмнің 70% суды тұратындығына байланысты. Мәселен, өкпеде су 90%-ке дейін, қанда 80%-ға дейін, мида 75%-ға дейін, буындарда 24%-ға дейін. Тіпті ағзамыздың ең тығыз тіні тісте де 0,2% су бар. Адамда таза ауыз судың белгілі бір мөлшерін күн сайын ішіп тұрудың маңыздылығын осымен түсіндіріледі. Судың қасиеттері. Адамға күніне қанша литр су қажет екенін түсіну үшін алдымен судың біздің өмірімізде қандай рөл алатынын ұғыну қажет. Ал су адам ағзасы үшін маңызды рөл ойнайды. Өйткені ол организмдегі барлық биохимиялық процеске қатысады деп түсіндіреді мамандар. Судың пайдасы. Ас қорытуды қалыпқа келтіреді және организмде тамақты жақсы сіңуге көмектеседі. Жылуды сақтай отырып дененің қалыпты температурасын ұстап тұруға жәрдемдеседі. Қанның қоюлығын төмендетіп, еркін қан айналымын қамтамасыз етеді. Ағзада барлық орган мен жүйені нәрлі заттармен және оттегімен қанықтыруға көмектеседі. Мидың жұмысын жақсартады, организм токсиндер мен тұзды шығарады. Буындардың қозғалғыштарын жақсартады. Буындардың еркін және ауырсынусыз қозғалуына қажетті синовиялық сұйықтық негізінде су мен гиалурон қышқылын аздаған мөлшерінен тұрады. Тұрақты салмақ пен белсенді зат алмасуын ұстап тұруға септігін тигізеді. Терінің жастығы мен саулығын ұзағырақ сақтауға көмектеседі. Су тапшылығы несімен қауіпті? Ағашта өсіп тұрған алманы жұлып, жылы жерге қойсақ, ол біртінде бүрісіп қалады. Өйткені жеміс бойында судан айырылады. Сол сияқты жаңа піскен жүзімді кептірсе, ол суын жоғалтып, кейін мезге айналады. Таза ауыз суға мұқтаж адам организмде бірқатар өзгеріске ұшырайды. Организмде су жетіспесе, су-тұз балансы бұзылады. Салдарынан бүйрек пен қуықта тас түзілуі мүмкін. Сонымен қатар судың тапшылығы буындарға да теріс әсер етеді. Буын ауруларын қоздырады. Бұдан бөлек судың тапшылығы қанның қоюлығына әкеп соғады. Ал бұл инсульт, инфаркт, тромбоз, геморрой, варикоз аурулардың даму қатерін арттырады. Судың жетіспеушілігі ас қорытуға да зиян тигізеді. Ас қорыту ферменттерін бөлу процесі баяулайды. Асқазан ішек жолы ақырын жұмыс істейді. Тамақ ішекте ұзақ уақыт тұрып қалып, алдымен ашу, кейін қабыну процесі басталады. Сондай-ақ организмде судың жетіспеушілігі көп жағдайда созылмалы іш қатуға, гастритке, тіпті асқазан жарасына да себеп болады. Судың тапшылығынан теріде қатты зардап шегеді. Ылғал жетіспегендіктен тері шымырлығын тез жоғалтады, жұқарады, солады, әжім түседі. Осылайша судың аздығы қартаюдың көзге көрінетін белгілеріне әкеліп соғады. Ылғалдың жетіспеушілігінен шаш пен тырнақ әлсіз, сынғыш келеді. Сондай-ақ сусыздану несеп шығару жүйесінің жұмысын бұзады және организмнің өздігінен тазару процесін қиындатады екен. Жылдың ыстық мезгілінде организмге судың жетіспеуі салдарынан күн өту ықтималдығы да артады. Әртүрлі зерттеулерге сүйенсек, судың қажетті тәуліктік дозасы салмақтың 1 келісіне 30 мг-нан 50 мг-ға дейін. Яғни біз оның қақ ортасынан 40 мг-нан алсақ, салмағы 60 келіні құрайтын адам күніне кем дегенде 2400 мл, яғни 2-де 4 литр су ішу қажет дейді дәрігерлер. Әдетте дәрігерлер тәулігіне кем дегенде 1,5 литр, ал аптап ыстықта 2 литр су ішуге кеңес береді. Суды дұрыс ішу дәрежесі.
Суды аш қарынға ішу. Таңертең ұйқыдан оянғанда 1 стакан таза су ішіңіз. Осылайша сіз түн ішінде қалыптасқан ылғал тапшылығының орнын толтырасыз. Қан қысымын қалыпқа келтіріп, қан айналымын жандандырасыз. Суды тамаққа дейін ішу. Қарныңыз ашқан сезгенде алдымен 1 стакан су ішіңіз. Бұл ас қорытуға да жақсы. Сонымен қатар ашығу сезімін де басады. Яғни сіз тамақты аз жеп, аз калория жинайсыз. Бұл артық салмақтың алдын алады. Жылы су ішсеңіз, су температурасы дене температурасына тең болса, яғни 36 градус құраса, тіпті жақсы. Жылы су жақсы сіңеді, тиісінше организм оның сіңуіне энергияны аз жұмсайды. Қатты тамақпен бірге су ішіңіз. Бұл астың қорытылуына кедергі келтірмейді. Өйткені асқазан сөлінің концентрациясын төмендетеді. Қатты тамақпен бірге су ішпеңіз. Физикалық жүктеме кезінде көп су ішіңіз. Денеге күш түскенде организм ылғалды тез жоғалтады. Сол себепті тапшылықтың орнын толтыру қажет. Егер спортпен шұғылдансаңыз, суды жаттығуға дейін және жаттығудан кейін ішкен абзал.